бүгін каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен толстолоб балығының пісіру әдісінің бірінші түрін ұсынамын. Бірінші балықтарымызды әбден тазалап, керегімізше кесіп, майымызды қыздырдық. Енді ұнымызды дайындаймыз. Ол үшін ұнға тұзымызбен бұрышымызды аламыз. Бәрінен бұрын балығымызды 15 минутқа тұздап қоямыз. Тұздалған балығымыздың суы ағып, шытырлап бетімізге істемес үшін ситыға кептіріп аламыз. Майымызды әбден қыздырдық. Одан кейін ұнымызға бұрышымызды қостым. Менде тұз күшті болды, сондықтан тұз қосқан жоқпын. Сіздер қажет деп тапсаңыздар, керекті дәмдеуіштеріңізді қоса беріңіздер. Одан кейін әбден балығымызды ұнға аунатып, оны майға саламыз. Ешқандай қиындық жоқ. Балығымыз майда батып тұру керек. Сковородкамызға балығымыз қаншалықты сыйғанша сонша салып, әбден қызарғанша екі бетін аудару арқылы әбден қызарғанша пісіріп аласыз. Одан кейінгі кезекте гарнирімізді дайындаймыз. Мен гарнирге күріш дайындадым. Майда күрішті қуырдым, сөйтіп пісіріп алдым. Одан кейін піскен балықтарымызды жуамен бұқтырып алдым. Пластмассада. Сіздер кастрюльге салсаңыздар, екінші потогын пісіріп жатып. Одан кейін бізге бетіне подлива дайындадым. Ол үшін помидор, перец, морковь, жуа, төртеуін майда қуырып, азғантай су құйдым, тұзын бұрышын салдым. Балығымызды келесі поток пісіп жатыр. Пісіп болғаннан кейін керегімізше безендіріп, адамдарға ұсыныңыз ас болсын.